Биыл Қазақстан Республикасының азаматтардың жеке тұлғалардың банкроты туралы заңы күшіне еніп жатыр. Бүгінгі талапта оның 3 түрі қолданылады. Яғни біріншісі банкроттан тыс, екіншісі сот банкроттығы, үшіншісі төлемді қалпына келтіру бойынша шарттары бар. Яғни біздің басқарма негізінен осы ең біріншісі банкроттан тыс рәсімді жүзеге асырады. Бұл жерде ең бірінші талаптары азаматтар қарызы 5 миллион 520 мың теңге. Яғни биылғы немен 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Екіншіден, бұл азаматтар борышы 12 ай бойы төленбеу керек. Осындай шарттары бар. Сол жөнінде біз қазір жұмыс жасайтын боламыз. Одан бөлек бұл қарыздар микроқаржы ұйымдарына, банктерге және коллекторлық ұйымдарға қарыз болу керек. Және бұл банкроттыққа кеткеннен кейін негізгі салдары, яғни бұл банкротқа кеткеннен кейін бұл азаматтар 5 жыл бойына ешқандай еш жерден несие ала алмайды. Одан кейін 7 жыл бойына банкротқа арыз бере алмайды. Одан бөлек үшінші жағдай, бұлардың осы банкротқа кеткеннен кейін 3 жыл бойы қаржылық мониторинг жүргізіліп отырады, яғни кіріс шығыстары түгенделіп отырады, қаралып. Сол жөнінде осы заң жүргізіліп жатыр.